Студиямызға келіп жайғасқан қонақтарымызбен таныс болсақ, қалалық ардагерлер кеңесінің жанынан құралған Ақтілек әжелер тобы және оның жетекшісі Мейіз апа мен Амиша апа. Қош келдіңіздер. Студиямызға көңіл-күйлеріңіз қалай? Рахмет. Жақсы. Сау саламатты отырсыздар. Жалпы бұл Ақтілек әжелер тобының құрылғанына қанша уақыт болды? Сол туралы айтып өтіңіздерші. 2018 жылы октябрь айында Алматыда республикалық байқау болды. Сол байқауға баратын әжелерді осы 4 районымыздан, 4 ауданымыздан теріп жинап алып, соқты ұйымдастырып, 10 әжені Алматыға республикалық байқауға алып бардым. Ол жерде бүкіл қаламыздың түкпір-түкпірінен, Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген көп халық атсалысып конкурсқа қатысты. Сол конкурста біздің Шымкент қаласының мегаполистің әжелері 1-ші орын деген жүлдені алып қайттық. Біз сол конкурста жаңа байқауда өнегелі елдің өрісі биік деген байқау болды. Сода әдет ғұрып, салт дәстүр, қолөнер, естен ұмыт қалған әндері туралы талап қойды. Солардың бәрін біз жақсы орындап, жанды дауыста өлең айтқанымызда енді бізге қол шапалақтап, барлық халық орындарынан тұрып, мегаполистің әжелері қандай тамаша деген атқа ие болып, мегаполистің қоржынына 5 бірдей бас жүлдені алып қайттық. Тамаша. Жалпы өзім жинақтадым деп жатырсыз ғой сол? Жоқ, Шарапат Қожахмет қызының ұйымдастыруменен жинақтап, әжелерді топтастырып, әнімізбенен, өзіміздің костюмдерімізбенен, қол өнерлерімізбенен біз сол өнегелі елдің өрісі биік атты байқауда жақсы атаққа ие болып қайттық. Тағы да қандай жетістіктеріңіз бар жалпы? Осы қалада өтіп жатқан іс-шаралардың бәріне Ақтілек әжелер тобымен қатысып, әнімізді шырқап, халықтың несіне бөленіп жүрміз, құрметіне бөленіп жүрміз. Енді жалпы бүгінгі жастардың тәрбиесіне бет бұрсақ, бүгінгі жастардың тәрбиесімен бұрынғыларды салыстыруға келмейді. Осы өзгеріп жатқаны не себептен деп ойлайсыздар? Ол адамның өзіне байланысты ма, әлде заманға байланысты ма деп, дамыған заманға байланысты шығар мүмкін? Сіз жауап беріп өтсеңіз. Жақсы. Ең әуелі қызым бізді осы студияңа шақырып, хабарыңа қонақ қылғаныңа көп-көп рахмет. Еңбектеріңе жеміс тілеймін. Енді сұрағың бойынша жастардың қазіргі тәрбиесі және бұрынғы тәрбиесінің арасындағы айырмашылық не деген сұраққа. Енді қазір біз технология заманы болдық. Сондықтан балаларымыздың барлығы техникамен, үйде компьютермен, әрқайсысының қолдарында телефон бар, планшет бар, үлгі өнегені сонан алып жатыр десек болады. Енді бұл жерде жастар өзгерді деп айта алмаймын мен. Оларға беріліп жатқан тәрбиенің бағыты сәл өзгеріңкіреп кеткен сияқты. Біз бұл енді үйден аталары, әжелері, әке-шешелері балалардың со жақсы тәрбиеге, халықтық тәрбиеге, ұлт дәстүрімізге қарай бет бұрып, соны әрдайым балалардың құлағына сіңдіріп, тәрбиені сол бағытта жүргізу керек деп ойлаймын мен. Енді бұл мақсатқа халық болып, мектепте мұғалімдар болып, үйде ата-аналар болып кіріссек, осыған күш салсақ, балалардың ниеттері түзеледі. Балалардың қабылдауы қазір, олар тез қабылдап алады. Сол дәл енді баяғы 18-19 ғасырдағы атқа мініп шабу болмаса да, соған сәйкестендіріп, балаларды соған жақындастырып, тәрбиені өзгертіп, тәрбиенің бағытын дұрыстауға болады деп ойлаймын мен. Енді өзіңізге тоқталсақ, бүгінде жалпы қанша бала тәрбиеледіңіз, қанша немере сүйіп отырсыз? Енді менің өз басыма келсек, менің 4 қызым бар. 4-еуі де тұрмыста, Құдайға шүкір, немерелерім бар. Қазақ немересінің баласының санын айтпайтын еді, енді мен балдарымды айтып қойдым. Немерелер де бар. Үлкен немерелерім үй болып, өз алдарына шаңырақ көтерген жігіттер. Олардан Алла қаласа шөберелерді де көреміз деген ниет бар. Мен өзім жеке басымды айтатын болсақ, қаладағы Жамбыл атындағы 26-шы мектепте 40 жыл жұмыс жасап, 2006 жылы зейнеткерлікке шықтым.
сол зейнеткерлікке шыққаннан кейін осы үйде қарап отырмайын, менің басқа жағынан да, бала оқытудан да басқа жағынан халыққа, жас балаларға көмегім тейсін, пайдам тейсін деп осы топтарға мен мүшелікке келдім. Бұл 2010 жылы еді. 2010 жылы сол кезде біздің мына Шарапат Қожахметқызы деген біздің сол кезде ол кісі ол кезде мына қалалық ардагерлер қоғамында емес, бірақ бізді басқаратын. Ол кезде біз мектептерде, басқа жерлерде кездесулер болып, халық тәрбиесі, қыз тәрбиесі мен ер баланың тәрбиесінің ерекшеліктері, айырмашылықтары деген тақырыптарда әңгімелер өткізіп, кездесулер жүргізетін біз. Содан кейін талай-талай көріністер көрсетіп, халықтың өмірінен, тарихынан. Мына апаң сол кезде қазіргі тұлғасына қарамай бантик таққан қыз болып кеткен кездері бар. Қыздардың рөлін ойнап. Керек болса шапан киіп, шал болған кездері бар. Енді біздің сахнада ойнауымыз керек та, сол көрсету керек болғаннан кейін сондай нәрселерменен біз айналыстық. Қазірде де айналысып жатырмыз. Енді соның бір көрінісі ғой, бізді осы жерге шақырып отырсыңдар. Жаңа бір көрінісімізде оқушыларды қалай тәрбиелеу керек, студенттеріміз мысалы автобусқа мінсе қағып соғып бізден бұрын барып отырады. Сол көріністердің ақпантик тағып алып, мен ойнап жаңағы көрсетіп, жаңағы студенттерге түсіндірдім да. Сол актерлік. Одан жаңағы өлеңдерімізге көріністер қойылу керек болады. Сол жерде шалдың рөлінде ойнап жүрдім. Енді Алматыға барғанда да жаңағы өлеңімізбен, әнімізге композиция құру керек болды. Сол кезде сұлу қыз әнін ар жағында жігіт қамшын алып келе жатқан жігіт қамшын алып, етігін киіп, былай қызға қарай келе жатқандарын бәрін көріністерін көрсеткен кезде енді жаңағы кәдімгі профессионал артистерден жақсы ойнадық деп ойлаймыз. Содан біздің еңбегімізді бағалады. Жарайды, жақсы, бәрекелді. Ал жалпы айтып жатады ғой, әр елдің салты басқа деп. Осы сөз біздің өзіміздің қоғамда да, өзіміздің қазақ елінде де көп айтылатын сияқты. Өйткені қандай да бір әр рудың өзіндік салт дәстүрін ұсынып жатады, қыз алысып, қыз берісіп жатқанда. Осы салт дәстүрлер жалпы баяғыдан осындай болған ба, әлде бертін келе пайда болды ма? Бұрын ежелгі кезде де сол құда түсу, сырға салу болған. Келе-келе олар жоғалып, жаңа естен шығып, жаңағы мына қазіргі заманауиге лайықты деп өзгертіп алды да. А қазір біз әжелер соны қайтадан жаңартып, жаңаша түрінде сырға салып жатырмыз, жаңа қыз ұзату жасалып жатырмыз, бесікке салу, тұсаукесер, сүндет той деген нелерді ұйымдастырып, сол жерлерге барып, өзіміздің өнеріміз көрсетіп, насихаттап, тәрбие бесіктен басталады ғой. Ананың мейірімі төгілген балалар, ол балаларымыз өте жақсы тамаша өседі, дана болады. Мынандай өткен қазіргі заманға сай тек қана электронды емес, өзіміздің әдет ғұрпымызды сақтайтын жүректеріне жылу беруіміз керек. Жалпы осы тұста біз қыз келіншектерімізге, аналарымызға ақыл кеңес ретінде айтып өтсек, жалпы тұрмыс құрғаннан бастап, мысалы кимешекті бір бала босанғаннан кейін бастап киіп бастайды деп айтатын еді. Осы туралы айтып өтіңізші. Мен жақында келін түсірдім. 21 күн той істейін деп жатырмын, Құда қаласа. Қазақша әжелердің бәрін кимешекте киіп, жаңа келінді солай неттім. Қазір келініме ақ орамалын тастамай айналайын, киген адамға күлімдеп, шайыңды бер, инноватты бол. Көшедегі үлкен кісілердің бәріне сәлем бер, сен одан не болмайсың, жақсы, тек қана жақсы, рахмет деген алғысын аласың деп отырмын. Тамаша. Жалпы негізінде қазіргі өзекті мәселелердің бірі деп айтсам болады, қалың мал төлеу. Яғни батыс жақта қалың мал берілмейді деп жатады, біз жақта кәдімгідей оның бағасы жылдан жылға өсіп бара жатыр. Миллионға жетіп. Осы туралы айтып өтіңіздер, жалпы қалай болады бұл? Негізінде дұрыс нәрсе ме? Қалың мал дегеніміз енді ол ана сүті деген тақырыпта ғой. Енді қалың мал деп бұрында да ата-бабамыз кезінде қалың мал дейтін. А қазіргі кезде енді жаңағы қалың малдың бір түрі жаңағы кешірім сұрауымыз бар. Жаңағы келген келініміздің өзіміз сый құрметпенен еткеннен кейін өзіміз тапқан таянғанымызды мынандай деп нақты қойылмай сол жобалап апарамыз.
одан олардың біз апарғаннан ол біз нетпейміз, қайта қыз жақтан дүние мүлкін асырып алып келеді, көп келеді. Қызымыз қандай берейік, мынандай берейік. Енді тәрбиелі қыз, инноватты қыз болса өте жақсы келін болады деген үміттеміз. Жалпы негізінде ананы жақсы көру үшін, оған сый-сияпат беру үшін арнайы датаның қажеті жоқ, иә? Бірақ бізде белгіленіп жатыр. Осының бәрі ненің себебінен деп ойлайсыздар? Әлиша апа, сіз жауап беріп өтсеңіз. Ана деген ол дүниедегі адам өмірі үшін ең қымбат нәрсе. Қымбатты адам нәрсе дегенім дұрыс емес. Енді өзі пайғамбарымыздың хадисінде де өзі айтыпты ғой, әуелі анаңды сыйла, одан кейін анаңды сыйла, онан кейін тағы да анаңды сыйла. 3 рет айтып отырмыз. Бұл деген сөз анаға деген құрметтің ұшан теңіздігін білдіреді. Енді егер ойлап қарасаң, қызым, ана болудың өзіне, ана болып, ана деген атқа болудың өзіне, атқа ие болудың өзіне жас келін қиыр-шиыр жолменен, қиындықпенен келеді. Егер де мен осы жерде бұны таратып айтатын болсам, жас келін түскеннен кейін, мысалы бойына бала бітсе, оған сол отбасында, сол әулетте ерекше құрмет болады. Бұған ең әуелі енесі, енді осыны салт дәстүр бағытынан келтіретін болсам, құрсақ шашу істейді. Құрсақ шашу деген келінімнің құрсағына бала бітті, бізге енді бала келет деген жақсы ниетпенен шашу, яғни той қылу кішігірім. Сол ауылдың, сол отырған жердің апаларын, әжелерін, жас келіндерді, әйел адамдарды шақырып, жаңағы құрсақ шашуды істейді. Бұл дегеніміз келінімізге, енді келетін өмірге, жас нәрестемізге деген құрмет. Одан кейін құрсақ шашуды өткізіп, келініміз 9 ай уақытына жетіп, енді босанатын кезде барлық жаңағы мен айтқан сол ауылдағы ол кезде дәрігер деген болмаған ғой. Сол ауылдың көп балалы аналары, әжелері жиналып, келінді босануға дайындаған. Егер келіннің толғағы жиілеп келіп, тез босанатындай болмаса, сол жерде жарыс қазан деген ұйымдастырған. Ол жарыс қазан деген сол ауылдағы әр үй гүрілдетіп, от жағып, қазанына тамақ асып, әр үйде тамақ дайындалып жатқан. Сонда олар кімнің қазаны тез пісіп, тез қайнаса, соған сәйкес келінде тез босанады деген. Яғни жарысы батыр, баланы өмірге шақыруға, келінге жеңілдік беруге жарысы батыр. Соныменен енді келініміз аман есен, енді басқа былай майда-шүйдаларымен айтпай жатырмын. Келініміз босанып дүниеге сәби келгеннен кейін, сол жарыс қазандағы тамағымыз шілдеханаға ұласып кетуі де мүмкін. Шілдехана деген бұл жас баланың өмірге келгенін тойлау. Бұл жалпысында бұрында кеш уақытында болатын болған шілдехана деген. Түнде жастар жиналып, әжелер бір жақта өлең айтып, күй тыңдап отыратын болса, жастары 6 бақан теуіп, өздерімен ақсүйек деген ойын бар. Сондай ойындарды ойнап, сол ауылды дүрілдетіп, той мерекеге айналдырған. Бұл шілдехана. Енді жас баланың әр өмірінің сатысына қарай осындай тойлар өткізіліп отырған. Мысалы, бала 1 жасқа келгенде тұсау кесер, ол да үлкен той. Бұл кезде ескі кездерде 1 жасқа толғанда бала нағашы жағы әкеліп тай мінгізіп, балаға керекті заттарын, киім кешектерін әкелген. Қазір енді біздің заманда оны 1 жасқа дейін күтпейді. Бесік той дейді, бесігін апаратын едім қызымның деп, тездетіп, шешесі тездетіп қамын жасайды. Бұл енді 1 жаста болса, жаңағы тұсауын кеседі баланың, одан кейін атқа мінгізеді тайға. Бұл да бала үшін, сол ауыл үшін үлкен мереке болып табылады. Онан кейін баланың егер ер бала болса, оны мұсылман қылады, яғни сүннеттейді. Бұл деген қазақ халқындағы ең үлкен той, сүннеттей деген. Қазіргі заманның өзінде, мысалы, ұлы той деп атайды оны, яғни тойлардың тойы деген. Солай енді қазіргі заманда тілашар деген бар. Бұл да салт дәстүріміз бойынша бұрын медресеге беріп, ауылдың молдасынан сауат ашқызса, қазір мектепте оқиды. Мектепке баруының тойы, мектепке табан аттады, қадам аттады деп
тілашар тойын жасайды, мектеп бітіру, жоғарғы оқу орнына түсу, одан кейін үйлену, ол да өзінше шаңырақ болу. Сол баланың бүкіл өмірі той думаменен өтіп жатады. Ал егер енді қыздар болса, әрине құлағына сырға салады. Сосын ескі заманда баланы 40 күнге толғанда 40-нан шығарды ғой. Қыз бала 40-нан шыққаннан кейін оған дереу құда түсіп қоятын болған. Мысалы, бүгісінің үйінде 40-нан шыққан ер бала болса, менің үйімде 40-нан шыққан қыз бала болса, екеуміз құдағай болып, бұны бесік құда дейді. Бесікте жатқан баламенен құда болу. Содан кейін өсіп келіп, енді қазіргі заманда мүмкін олардың екеуі екі жаққа кетуі мүмкін, бірін-бірі таппай. Ал ескі заманда міндетті түрде сол екеуі шаңырақ көтеретін болған. Сол кезде бесік құда деген содан қалған. Бесік құда, бесікте жатқан. Бел құда деп аталады. Бұрын бесік құда болғанда. Яғни осы бесік құда дегеніміз жалпы шын мәнінде олар отау құрып, солай жалғасып кеткен ба әлде? Болған, олар бесік құда болғандар болып, үйленіп, кәдімгідей жақсы, өте жақсы семья, үлгілі семья болған. Олар ата-анасының тәрбиесіне, мейіріміне бөленіп өскен балалар, сол ата-анасының тілін алып, сол қызды айтып, құлағына сіңірсе, ол қызбенен әдемі екеуі жұп болып семья құрған. Яғни кішкентай кезінен олар құлағына сіңіріп өсіреді ғой, сен осы отбасының келіні боласың деген сияқты. Сонда осы бала жақсы, осы жігіт жақсы, семьясы жақсы деп қыздың құлағына, ұлдың құлағына құйылса, олар жүректеріне жылу пайда болып, бір-біріне деген махаббаттары ашылып, үй семья құрып шаңырақ болады содан. Жалпы қазіргі заманда да бар ондайлар. Енді жалпы демесең де ондай. Үндемей ғана біріменен бір енді халыққа жарияламаса да келісіп қояды да, содан екеуі бала мен қыз қатар өсіп жатады да, бірін-бірі табады. Ондайлар қазірдің кезінде де баршылық ол. Баршылық. Бұл енді сол ескі халқымыздың салт дәстүріменен келе жатқан жолды жалғастырушылар бұлар. Жалпы үйдің ұйытқысы көп нәрсе әйел адамға байланысты деп жатады. Осы тұрғыда біздің қыз келіншектерге тұрмысқа шыққаннан кейін қалай өзін ұстау керек деген сияқты кішкене ақыл кеңестеріңізді айтып өтсеңіздер. Қазір көпшілігі мысалы өздерінің жарларына, күйеулеріне сен деп сөйлейді, өздерімен қатар көреді жалпы. Сондай заң шықты ғой бізде, әйел адам мен ер адам бірдей деген сияқты. Бірақ олар соны дұрыс қабылдамай солай жасап жатады да, сол тұста, осы тұста. Біз ұлы қазақ көзбен тәрбиелеп, сөзбенен түсіндіргенбіз ғой. Сол себептен келіндерге жай айтып, көзбен ымдап, жаңағы көрсетіп отырсақ, олар инабатты қыздар болса, жаңағы сыйлы келін болайын, осы отанда сіңейін, жақсы тәрбиелі, осы елді бақытты етейін деген келін болса, оны түсініп өздерінше олар қимыл жасайды. Тәрбиелі келіндер. Барлығы қазақтың келіндері тәрбиелі, қыздар өткен тәрбиелі, қазіргі қыздардың бәрі бұрымды қыздар, келіндерді орамалдарын тастамайды, сәлемдерін тастамайды. Қазіргі өте жақсы халыққа келе жатырмыз қайтадан біз. Бір кездері шашын қырқып, қалай болса солай жүріп кеткен едік қой. Келіндер түгілі орта жастардағы өзімізде солай жүріп кеттік. Қазір көне тірліктеріміз, ұмыт қалған қағидаларымыз, ұмыт қалған әндерімізді жаңартумен қайта халыққа жайлап көтеріліп келе жатырмыз. Тамаша. Жалпы енді сіздердің шығармашылықтарыңызға қайта оралсақ, жалпы осы әжелер ансамблі құрылғанға дейін сіздер оған дейін ән айттыңыз? Айтып жүрдік. Бұл Ақтілек әжелерінен басқа біз басқа топтарда жүрдік та. Бұл жаңа конкурсты газетке жариялағаннан кейін, республикалық конкурсқа, сол әжелердің ішінен теріп 10 адам жинақтады. Сол Шарапат Қожахмет қызының ұйымдастыруымен 4 өзіміздің ауданнан, осы қаланың ішіндегі мегаполистің әнші жақсы, ән айтатын жақсы қол өнері бар, сол әжелерді жинақтап, жаңағы республикалық байқауға алып бардым. Байқауда жаңа жемісі мегаполиске 5 бірдей бас жүлдені алып келдік. Осы жақтан біздің сондай бірінші орын алып, жүлделер алып атқанымызды, біздің қол өнерлерімізді сояқта бағалап атқанымызды естіп отырып, бізге
бұяқтан нелер түсе бастады. Шақырулар түсе бастады. Осы әнді дайындаңдар, осы неменен көрініспен міне жерге келіңіздер, мінеқа келіңіздер деген шақырулар пайда бастады бізде. Шақырулар өте жақсы болды. Қазіргі күнге шейін Құдайға шүкір мектептердің ашылуына, библиотекалардың ашылуына, сол жерде бір жаңағы іс-шаралар болса, қалалық айтыстар болса, сол жерде менің әжелерім бірінші орында отырады. Тамаша, жалпы қолөнер деп қалдыңыздар, наларды сіздер өздеріңіз тігесіздер ма? Мынаусы тұмар деп аталады. Бұрында киіз үйдің іргелеріне іліп қойған. Бұны қазір ол кезде бұнда енді мынандай моншақтар, жемшік моншақтар болмаған ғой. Енді бұны қазіргі заманауиге сай қылып әтейіп өрнектеді, мынаны қолмен етіп. Мынау дегеніңіз қазіргі сол киіз үйдің шаңырағымен бізде қошқар мүйіз деген ойы болған, ол қазақтың ата-бабаның киіздерге салынған, қазір әртүрлі нелерде шапандарға да салынып жүрген біздің ойымызбенен шаңырағымыз еш уақытта шайқалмасын деп осылай шаңырақ жасалынған. Мынаны өзі не ғой, киіз үй менен оның шаңырағының көрінісі ғой. Көрінісі. Тек бөліктің арасын анықтап бөліп қойған. Сол қара шаңырақ пенен киіз үйдің көрінісі. Көптеген дүниелер бар, ол енді біз әкелмедік. Үйде пайдаланатын шайнигімізге шайды кигізіп қоятын, суымасын деп, апалар жиналып отырам дегенше астына қоятын, қолменен тігетін біздің әжелеріміз бар отанымызда. Жалпы бұрында бізге әжелеріміз жаңағыдай аяғымызға нәски тоқып. Иә, нәски тоқып, етік тоқып беретін. Мысалға, мен жас балаларыма шапкадан бастап жемпір шалбарын етігіменен тоқып кигізіп қоятын. Тамаша. Жалпы бірақ қазіргі әжелердің барлығы онымен айналыса бермейді, барлығы сатып алып жатады. Осы әлде жалқаулықтың әсерінен ба, әлде мүмкін олар ұмытып бара жатқан шығар, қалай ойлайсыздар? Олардың кейбіреулері мысалы ол қолынан келмеуі де мүмкін, оны тоқи алмауы, мынандайды тіге алмауы мүмкін. Оларға кінә тағуға болмайды. Енді олардың да өзінің тәрбиесінен, өздерінің аналарының үйреткенінен келе жатырған іс ғой енді. Мысалы, бұндайды білмейтіндер көп. Білетін кісінікі міне. Егер үйде апалары, әжелері ұршығын иіріп, жібін неғылып, жүнін тұтып, ұршығын иіріп, осындай қолөнерді істеп атса, үйдегі келін де, қыз балалар да үйреніп алып кетеді ары қарай. Үйренеді, ниеттенеді. Менің бір үлкен қызым дизайнер модельдер бітірді, қолынан қазақша киімдердің бәрін тігеді. Мысалға, мен киіп келген костюмге шейін қызымның тігіп берген киімдер, дүниелері. Олар өздері қазақтың тура ұлттық киімдерінің қас шеберлері болады деген ойдамын. Енді мынандайды енді жаңадан түсіріп атқан келінге де үйретеміз деген ойдамыз. Үйде отырып жүнімізді иірсек, жүн сабағанды, жіпті иіріп, оны тоқуға шейін тағы ширатып, тоқып, содан таза бүйім шығарамыз да, таза өзіміздің. Олар да қызығады ғой енді істеп атқанын. Мысалы, кеше мен жібімді сабақтап бер дедім да, енді көзіміз не бар, жібімді сабақтап берді, мынаны бүйтіп қой, мынаны бүйтіп қой деген, ол уже о да қызыға бастайды да, сол сияқты. Сол адамға шамалы жылу беріп, жүрегіне осындай осы болады екен-ау, дұрыс екен-ау, әжелерімнің ұстаған несі деп, оларда жаңағы қызығушылық пайда болып, олардың да істегісі келіп тұрады. Жалпы, енді кішкентай балаларға келсек, қазір балалардың барлығы жаңағыдай мобильді құрылғылармен, планшеттермен уақыттарын өткізіп жатады. Қолдары тимейді ештеңеге, тек қана телефонда отырады, автобуста да ешкімді көрмейді. Автобуста келе жатқан жаңағы мен бір рөлді ойнағаным солай ғой. Автобуста құлақтарын наушник киіп алып, телефонда теріс қарап отырады, әжелер келіп қасында тұрма, үлкен кісілер келіп тұрма, орын беруді білмейді. Сол туралы жаңағы бізде көріністер қойып,
нетіп жатырмыз. Жалпы енді одан кішкентайлар да тіпті сондай ше, кәдімгідей сол телефонды алмаса Жылайды, телефонды бермесең жылайды. Тамақ ішпей солай істейді. Жалпы осы балаларға мүмкін ата-әжелері тарапынан көпшілігі жаңағыдай бөлек өсіп жатқаннан кейін мүмкін көп бармайтын шығар деп ойлаймын. Ертегі тыңдап солай өссе мүмкін ондай болмайтын шығар деп ойлаймын. Жалпы өздеріңіз немерелеріңізге болсын, балаларыңызға болсын ертегі айтып бердіңіздер ма? Иә, бұлар мысалыға балаларын қазір біздің келіндер болсын, қыздарымыз болсын, бәріктері жұмыс басты болып, нянка күтуші жалдайды. Ол күтуші немен тәрбиелеп жатыр? Тамағын береді, қояды, сотканы ұстатып қояды ма қолына, жыламай отырсын деп. А егер анасының өзінің жылылығыменен осындай нелерді көрсетіп, жаңа нетіп отырса, әжелері болса, олар уже тәрбие соған қалыптасады. Солай байланысып, әрі қарай алып кетеді. Жалпы енді сіздерге қолқа салсақ, студиямызға келгендеріңізді пайдаланып, біздің көрермендеріміз үшін, біз үшін бір әдемі ән орындап берсеңіздер. Халық әні «Сусамыр» деген, бұл жаңағы Алматыға барғандағы конкурста хормен айттық. Хорменен, ол кезде он әже, ол кезде сонан бас жүлдені ұтып алған өлең, бұл халық әні «Сусамыр» деген. Енді қазір соны айтайық. Бір-екі куплетін, иә. Сусамыр елдің жайлауы, өмірдің барма байлауы, ендік деймін ендеше, ендік деймін сұлу қызға жарасар, бердік деймін ау, Сусамыр елдің жайлауы, өмірдің барма байлауы, сыртай ғана өзіңді білуші едім ой, әдел арнап аулыңа келдік деймін ау, Сусамыр елдің жайлауы, өмірдің барма байлауы. Біз мегаполис болғалы, Шымкент қаласының тұрғындары өте жақсы қабылдап, осы аналар күні қандай тәрбиелі мағыналы іс-шаралар болса да барлықтары бір кісіде жұмылып атсалысып жүр. Бүкіл халыққа тілерімін, көк байрақтың астында гүлдей жайнап, осындай барша халқымыз тыныштықта өмір сүрсек, тек қана жақсылықтарда, бас кездесулерде болып, Алланың назарында, бақыттың базарында жүре берейік деп тілеймін. Енді қызым, бүгін біз студияға шақырып отырғаныңның себебі аналар күні деп отыр екесің. Мен енді барша халықтың аналарына, ақжаулықты әжелеріне денсаулық, ұзақ өмір тілеймін, немере шөберелеріне жақсы тәрбие беріп, солардың қызық рахатын көрсін, қыздарын қияға қондырып, ұлдарын ұяға қондырып, немере шөберелеріне жақсы тәрбие бере берсін. Барлығына да денсаулық тілеймін. Сіздерге де еңбектеріңіз жана берсін, шығармашылықтарың өрлей берсін. Рахмет үлкен. Қымбатты көрермендер, бүгін бізде қонақта болған Шымкент қалалық ардагерлер кеңесінің жанынан құрылған Ақ тілек әжелер тобы, топ жетекшісі Мейіз апа және Амеш апа, студиямызға келгендеріңіз үшін, арнайы уақыт бөлгендеріңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Сіздерге де рахмет. Рахмет сіздерге де.